Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын салаттың жасалу жолын ұсынамын. Кез келген мерекелік дастарханға қадірлі қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео қызық болса, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Мінекей достар, алдын ала барлығын ұсақтап турап алдым. Чипсиді қолыммен ұсақтап алдым. Қызанақты тураған кезде ортасындағы жұмсағын бөлек алып тастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға әдемілеп қиярды саламыз. Менің каналымда басқа да салаттардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Ендігі кезекте уылдырықты саламыз. Мен қара түсін пайдаланып жатырмын, қаласаңыз қызылын пайдаланыңыз. Жасыл пиязды саламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Келесі кезекте қызанақты саламыз. Жүгеріні саламыз. Енді ортасына ұсақталған чипсиді саламыз. Өте дәмді, тойымды салаттың бірі. Сонан соң майонезді кондитерлік қапшыққа саламын. Майонезді салаттың бетіне әдемілеп құйып шығамыз. Барлығын араластырғанда майонезді аз болса тағы да саласыздар. Менің каналымда үй жағдайында жасалған майонездің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын салат дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін салатты сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.